жасаймыз. Блины пісіріп, арасына творог салып, дәмділеп, дастарханға қоямыз. Мінекей қыздар, блиніміз пісті. Енді арасына осылай творогымызды салып, жақсылап орап, осылай міне қоямыз. Блиннің арасына творог немесе қуырылған ет, немесе басқа да өздеріңіздің жақсы көретін капуста, картошка, жеміс-жидек, неше түрлі тәтті кремдер қосып осылай арасына салып жеуге болады. Мінекей қыздар, осылай жасап өздеріңіз жеңіздер. Ал ұнаса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Барлықтеріңе сәттілік.